Қазақ қыздарын мазақ қылған шетелдік блогерлердің ісі қоғамда үлкен резонанс тудырды. Анар Абдуллаев пен Ренат Пашаев Қазақстанға келгеннен кейін түсірген видеоларында қазақ қыздарына қатысты қорлайтын, намысқа тиетін сөздер айтқан. Әлеуметтік желіде бұл видео тез тарап, халықтың ашуын туғызды. Себебі бұл жай ғана біреуді сынау емес, тұтас ұлттың ар-намысына тиетін сөздер ретінде қабылданды. Алғашында құқық қорғау органдары бұл әрекетті ұсақ бұзақылық ретінде бағалап, блогерлерді 15 тәулікке қамауға алды. Бірақ қоғамдағы талқылау мұнымен тоқтамады. Көпшілік бұл әрекеттің жай тәртіп бұзушылық емес, ұлтаралық араздықты қоздыруға жақын әрекет екенін айтты. Өйткені сөз қару. Әсіресе көпшілікке әсер ететін блогерлердің айтқаны мыңдаған, тіпті миллиондаған адамға тарайды. Осыдан кейін құқық қорғау органдары ұлтаралық араздықты қоздыру бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Бұл бап Қазақстан заңнамасындағы ауыр баптардың бірі. Егер кінә дәлелденсе, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Бұл енді жай әкімшілік жаза емес, нақты қылмыстық жауапкершілік. Бұл жағдай бірнеше маңызды сұрақты алға тартады. Біріншіден, сөз бостандығы мен жауапкершілік арасындағы шекара қай жерде? Әр адам ойын айтуға құқылы, бірақ ол сөз басқа ұлтты, басқа халықты қорлауға, кемсітуге бағытталса, бұл енді жеке пікір емес, қоғамдық қауіпке айналады. Екіншіден, блогерлер мен медиа тұлғалардың жауапкершілігі. Қазіргі заманда блогерлердің аудиториясы кейбір телеарналардан да үлкен. Сондықтан олардың әрбір сөзі салмақты болуы керек. Хайп үшін айтылған бір ауыз сөз кейде мемлекетаралық қатынасқа да әсер етуі мүмкін. Үшіншіден, бұл іс заң үстемдігінің сынағы. Егер мемлекет мұндай әрекеттерге көз жұмса, ертең басқа біреу дәл осындай контент жасап, оны қалыпты нәрсе деп қабылдай бастайды. Ал егер заң шеңберінде әділ шешім шығарылса, бұл қоғамға нақты сигнал болады. Отқа тіл тигізу жауапсыз қалмайды. Сонымен қатар бұл жерде эмоцияға берілмей, заңды процесс аяқталғанын күту де маңызды. Қылмыстық іс қозғалды деген сөз автоматты түрде кінәлі дегенді білдірмейді. Тергеу жүреді, дәлелдер қаралады, сот шешім шығарады. Барлығы заң аясында болуы тиіс. Бұл оқиға тағы бір шындықты көрсетті. Қазіргі цифрлық дәуірде шекара жоқ. Бір елде айтылған сөз екінші елде дау тудырады. Сондықтан контент жасаушылар қай жерде жүрсе де, жергілікті мәдениетке, халықтың дәстүріне, ұлттық құндылықтарына құрметпен қарауы керек. Бұл іс тек екі блогердің тағдыры емес, бұл сөз жауапкершілігі, заң үстемдігі және ұлттық намыс мәселесі. Егер кінәсі дәлелденсе, 7 жылға дейін сотталуы мүмкін. Ал бұл баршаға сабақ болуы тиіс. Еркіндік бар жерде, жауапкершілік те бар. Бұл жерде бір нәрсені ашық айту керек. Бұл жай ғана әзіл емес, бұл санаға тасталған тас. Біреудің қызын, бір халықтың намысын контентке айналдыру, бұл батылдық емес. Бұл арзан танымалдыққа ұмтылу. Хайптың ең төмен деңгейі, біреуді қорлау арқылы қаралым жинау. Ең қауіптісі, кейбір блогерлер өздерін заңнан жоғары сезінеді. Камера қосылды ма бәрін айтуға болады деп ойлайды. Бірақ микрофон иммунитет емес, миллион қаралым, қорғаныш емес. Ал шетелдік болу жауапкершіліктен сені босатпайды. Қазақстан ойын алаңы емес, ол мемлекеттің заңы бар, халқы бар, сол халықтың намысы бар. Егер біреу саналы түрде ұлттық ар-намысқа тиетін сөз айтса, ол сөз жай ауада қалмайды. Ол қоғамда реакция тудырады. Ал қоғам реакциясы заң механизмін қозғалысқа келтіреді. Ұлтаралық араздықты қоздыру жай бап емес. Ол мемлекеттің тұрақтылығына, қоғамдық келісімге тікелей әсер ететін мәселе. Бір ұлтты кемсіту ертең басқа ұлтты да кемсітуге жол ашады. Ал мұндай үрдіс басталса, оның соңы жақсылыққа апармайды. Кейбіреулер бұл тек сөз ғой деуі мүмкін. Жоқ, тарих дәлелдегендей, үлкен қақтығыстардың көбі сөзден басталған. Қорлау, кемсіту, мазақ, осылардың бәрі қоғамды іштей еріте бастайды. Сондықтан бұл іс тек екі адамның тағдыры емес, бұл принциптің мәселесі. Егер заң жұмыс істемесе, ертең кез келген блогер камераны қосып алып, кез келген халықты мазақ қыла береді. Ал егер заң нақты, әділ шешім шығарса, бұл болашақта мұндай әрекеттерге тосқауыл болады. Тағы бір маңызды нәрсе, ұлттық намыс агрессия емес. Намыс өзін құрметтеу, өз ұлтыңды, өз қыздарыңды, өз мәдениетіңді қорғау.
Бұл радикалдық емес, бұл табиғи реакция. Бірақ ол реакция заң шеңберінде болуы керек. Енді барлығы соттың қолында. Егер кінә дәлелденсе, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Бұл жай цифр емес. Бұл нақты тағдыр, нақты өмір, нақты салдар. Сондықтан бұл оқиға барша блогерлерге ескерту. Контент уақытша, хайп өтпелі, ал қылмыстық іс нақты. Микрофонды қосқанда миыңды да қос, камераны қосқанда жауапкершілігіңді де қос. Өйткені сөздің де салмағы бар, ал сол салмақ кейде 7 жылға тең болуы мүмкін. Тағы бір маңызды мәселені айта кетейік. Екі адамның әрекеті үшін тұтас бір халықты айыптау әділетсіздік. Ана екі адамның сөзі олардың жеке таңдауы, олардың жеке жауапкершілігі. Бірақ сол үшін бүкіл Әзербайжан халқын, немесе бүкіл грузин халқын кінәлау, бұл дәл сол қателіктің басқа түрі. Біз біреудің ұлтты қорлағанына қарсы бола отырып, өзіміз басқа ұлтқа қарсы өшпенділікке жол бермеуіміз керек. Әділдік деген эмоциямен емес, принциппен өлшенеді. Қазақ халқы ешқашан бүкіл халықты бір адамның ісімен бағаламаған. Біз тарихта да талай ұлтпен тату өмір сүрдік. Сондықтан бүгінде ұстаным айқын болу керек. Кінәлі ұлт емес, кінәлі нақты әрекет жасаған адам. Егер заң бұзылса жауап береді. Егер қорлау болса, жаза қолданылады. Бірақ бұл жағдайды пайдаланып, бәрі сондай деген жалпылама пікір айтуда дұрыс емес жол. Өйткені дәл осындай жалпылама түрде пікір айту ұлтаралық шиеленіске әкеледі. Бізге эмоция емес, әділдік керек. Бізге өшпенділік емес, заң керек. Сондықтан бұл жерде ұстаным нақты болуы тиіс. Сол екі адам кінәлі болса, солар жауап беруі керек. Ал басқа халықты араластыру бұл мәселені шешу емес, оны ушықтыру. Нағыз күш ашумен емес, принциппен әрекет ету. Нағыз намыс айқаймен емес, заңмен қорғалады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қазақ қыздардың намысына тигені үшін бұл блогерлерге 7 жыл жаза кесілсе, ол әділ болар ма еді? Өз ойыңызды міндетті түрде пікірге жаза кетіңіз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз.